Хадис құдсиде келеді. Алла Тағала қияметте бір адамды не істейді дейді? Тозаққа тастауды бұйырды дейді. Оны періштелер сүйреп бара жатқан кезде ол арқасына қайта-қайта бұрылып қарады дейді. Сонда Алла Тағала тоқтатады. Сөйтіп, сен не үшін арқаңа қайта-қайта бұрылып қарап жатсың деп сұрайды екен. Сол кезде ол адам айтады екен: я Раббым, мына өмірде мен Алла Тағала менің бүкіл күнәмді бәрібір кешіреді. Аллах Тағала кешіруші ғой, Аллах Тағала рахымды. Мен күнәһар болсам да мені кешіреді Алла Тағала деп ойлаған едім. Мейіріміне бәрібір бөлейді мені, Аллах Тағала мейірімді ғой деп ойлаған едім деп айтады да. Сонда Аллах Тағала: мен бұл пенде мен жөнінде жақсы пікірде болғаны үшін бұны кешірдім. Бұны жәннатқа кіргізіңдер деп айтады. Негізінен Аллах Тағала біреуді жәннатқа кіргізсе, өзінің фазыл мархаметіменен, мейірімімен кіргізеді. Ешкім өзінің құлшылығымен кіре алмайды жәннатқа. Құлшылығымыз жетпейді біздің таразыға салатын болса. Алланың рахметімен кіргізбесе, бізге берген нығметтері басып кетеді таразыны. Құлшылығымыз жетпей қалады. Ал енді біреуді дозаққа кіргізсе, Алла Тағала өзінің әділдігімен кіргізеді, ешкім зұлымдық қылмайды. Істемеген күнәсінің мойнына ілмейді оны. Әділдігімен дозаққа кіргізейін деп жатыр еді, ол адамның жақсы Алла жөнінде пікірде болғандығы үшін Аллах Тағала мейірімді кешіріп жіберді, жәннатқа кіргізіңдер деп айтты. Оны Аллах Тағала мейірімді. Аллах Тағала жақсылықты жаратты, жамандықты да жаратты. Жақсылықты істеңдер деді, жамандықты істемеңдер деді. Бәрін жаратқан Аллах Тағала. Бірақ бізді Аллах Тағала жамандыққа итермелеп жатқан жоқ. Арақ іш деген жоқ, ұрлық жаса деген жоқ, зина жаса деген жоқ. Жамандық жаратты Аллах Тағала, бірақ одан қайтарды біздерді. Сіз де балаңызды қайтарасыз ғой жамандықтан. Дұрыс па? Істеме мынаны деп айтасыз. Аллах Тағала сөйтіп жамандықтан бізді қайтарды. Бұны істейтін болсаң деді, дозаққа барасың сен, күйесің деді. Істеме оны деді. Мұны жәннатқа апаратын жақсылықты істе деді Аллах Тағала. Енді бір адамдар не істейді? Мен звондап сұрайды, күмәнді сұрақтарын қояды ғой. Бұлай болса қалай болады дейді. Хадисте келді. Харам нәрсенің барлығы анық деді Пайғамбар. Халал нәрсенің бары ашық, анық деді. Ортасында не бар деді? Муштабихат, күмәнді нәрселер бар. Осыдан сақтаныңдар деді. Тақуалық, осыдан сақтану деді. Мынау анық енді. Харам нәрсе анық, халал нәрсе анық. Ортасында күмәнді нәрселер бар. Сен сұрап атқан нәрсең осы ғой деймін да. Күмәнді нәрсе болғасын сұрап атсың ғой сен. Одан арыл деді Пайғамбар. Оған түспеңдер деді. Харамды онсыз да сұрамайсың. Арақ халал ма деп сұрамайсың ғой сен менен. Оны харам екенін білесің ғой сен. Халал нәрсені де білесің. Оны да сұрамайсың сен менен. Харам ба деп сұрамайсың оны. Ашық ол. Ортасында бір күмәнді нәрселер бар. Соны сұрақ келеді да, жаңа 4%-пен өсім алсам бола ма деген сияқты нәрселер сұрақ келеді да. Ол ашық харам ғой, процент болды ғой, кесіліп қойған нәрсе ол. Қалай жеңілдік шығара бересің ол жерден? Жарайды, онда ана неше дейді. Рассрочка ше дейді жаңа, бөліп төлеу. Пеня қоспай ма, шарт жоқ болғанда пеня деген десем бар ғой дейді. Болмайды онда. Харамға түсіп қалу қаупі бар ма? Шариғат тоқтатады. Пеня болмаса ол жерде құр бөліп берсең болды десе, мысалы затты, мынау 10.000 теңге мына зат десе, мысалы. Мына зат 10.000 теңге. Егер нақты алсаң, ал егер сен бөліп төлейтін болсаң, бұл 15.000 теңге десе, ол рұқсат береді шариғатта оған. Ол халал болады. Бірақ ол не істемеуге арасында? Егер сен уақытында төлей алмай қалсаң, ана пеня қосылады, үстіне өсім қосылады деген шарты болмау керек те ол жерде. Сол шарты үшін харам болып кетеді ана нәрсе. Халал болып келе жатыр еді жаңағы. Шариғатта бар нәрсе бұл. Мына затты мысалы 100.000 теңгеге алдыңыз ба,
80 мыңға сатсаңыз да болады. Ол да сауданың түрі. Өзіңіздің пайдаңызға емес, зияныңызға сатып жатсыз. Енді клиент жинайын дедіңіз ба, білесіз, өзіңіз білесіз ғой енді. Немесе сол аға нарқа сатсаңыз болады. 100 мыңға 100 мыңға сатып жатсыз. Ал немесе жаңағыдай сатсаңыз болады. Нақты ақшаға алсаң 110 мың, бөліп берем десең 150 мың, бір айда құтылам, 2 айда құтылам деп алсаң 150 мың қылып қайтарады десе, ол да халал. Осы нәрселер бар да. Мысалы серіктестік деген нәрсе бар. Көп адамдар қазір кейбіреуде ақша бар, біреуде ақша жоқ, бірақ несі бар, өзінің жері бар егетін. Ол жерге ақшасы жоқ егейін десе, немесе бір бизнесі бар, жүргізейін десе, несі жоқ, ақшасы жоқ. Ақша керек болып тұр. Ана банкке барайын десе, харам болайын деп тұр, өсімге береді ол. Енді серіктестік деген нәрсе бар. Серіктестік істесе болады ол нәрсе. Мұсылмандар бір-бірімен. Бұл кісіде ақша бар, бұл кісіде жұмысы бар. Бұл кісі ақшасын берсе, келсе де екеуі 50-50 дейді мысалы. Түскен пайданың 50% сенікі дейді. Әр айда түскен пайданың 50% беріп тұрам дейді. Ол халал нәрсе да. Серіктестік деген. Осыдан жолдар бар сауданың. Халал жолдары. Бірақ бұл кісі сенімді болу керек та, алдамау керек. 50%-ін беру керек. Ой, бұл айда болмай қалды, ана мынау деп арың-жырыңғылға болмайды. Ол мұсылман адам өтірік айда болмайды да. Сол үшін екеуі де сенімді мұсылман мен мұсылман сезу керек та, өзерде. Сенімді болады сол кезде. Қалада фирмалар бар да, деньги население деген бар, Алматыда бөлектер бар да. Бір жылға ақша беріп, бірақ үлкен мәселелерді жалауға қояды да, бір жылға ақша алып 6,5%, алған ақшаның 6,5%-ны қосып төлейсің бір жылдың ішінде дейді, график түсіп береді. Көрсі, пайыз деген сол да. Ол адам былай қылу керек еді. Мысалы, сізге ақша берді ме, жұмыс істетіп ал деп. Жаңағыдай келісу керек еді, 10% түскен пайдаңнан бересің мысалы деп та, 10%. Немесе 6% түскен пайдаңнан бересің деп келісу керек еді. Ол 1 миллион түседі ме ол жерде, 500 мың түседі ме мысалды, 10% болады. Оның екінші жағы бар, серіктестіктің. Сіз банкрот болып қалсаңыз, ол пайдада 10% алып атқан беді, ол 10% бірге күйеді ол. Оған 100% қайтармайсыз ақшасын, сіз 90% қайтарасыз болды. Серіктестіктің осы жағы, сонысымен халал ғой. Серіктестіктің екеу қайғыда да, қасіретте де, пайдада да бірге де ол екеу. Екеу бір адам секілді, серіктес қой екеу. Ал біздің банктер не? Тек пайдада ол. Өліп атсың ба, бересің деп тұрып алады ол. Сол үшін шариғат не істемейді, оларды құптамайды. Ислам банктерінің істейтіндері сол жаңағы серіктестік, сізбен серіктеседі, сізге ақшасын береді, пайдада да бірге, зиянда да бірге болады сізбен. Ол келешекте кіреді ол нәрселер иншалла бізде. Бізде Шымкентте бір ғана ислам банкі бар, оған әлі рұқсат берілмеген істесуге халықпен да. Енді басшылар ауысып жатыр ғой, енді рұқсат беретін шығар. Оған рұқсат берсе, Хелал банкі бар мысалы. Оған рұқсат берілетін болса, бүкіл банк жабылады деген сөз да. Енді сіз өсімге ақша алмайсыз ғой, барып ана сізге серіктестікке ақша беріп жатса. Керемет емес пе? Өзіңіз неңізді бастап кете бересіз ғой, бір фирма ашып ала бересіз ғой. Сізге ақша береді ғой. Қалағаныңызды беріп тұр мысалы. Тек түскен пайдадан серіктестік болды деп тұр. Ол зиянда да серіктеседі сізбен бірге ол. Мұны ол нәрселер иншалла келешекте болады.